Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мощный, сочный, пышный болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Барлығымыз үйімізде осылай ашайын деп тұрған айран бар шығар, соны аламыз да жанына 2 жұмыртқаны алып, пачақ-пачағын шығарып тастап пирог дайындайтын боламыз. Барлық керек ингредиентті описанияға қалдырып кетемін. Ең алғаш 2 жұмыртқамызды аламыз, жақсылап жарамыз. Үстіне 1 немесе 2 қасық ас қасық қантымызды саламыз. Араластырып 2 немесе 3 қасықтай семішке майын, яғни күнбағыс майын қосып араластырып аламыз. Айранымызға 1 қасық немесе жарты қасық содамызды салып араластырамыз. Және достар, мен видеоларым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Айранымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне разрыхнитель, яғни қопсытқыш салдым. 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде достар еліктен өткізсеңіздер, өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Үстіне қалауларынша изюм салсаңыздар болады. Қамырымыз осындай қоюлау болып шығады. Менің формамның диаметрі 24 см. Осыған жақсылап құямыз да. Қызып тұрған духовкада 35 минут пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Ең бастысы үйдегі бар ингредиенттерден жасалады достар. Ас болсын. Сіздерге менің видеом ұнаса, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер.